бұл жерде пирамиданың мысал үшін мен келемін 300 000 теңге. 300 000 теңге. Кюнет бұл. Кюнеттің маркетинг планы мен өзім болғам. Чуть-чуть қалған тіркеліп кетуге. Бұлай айтты маған, бұлай сонда. Өзіңіз сияқты 300 000 теңгемен тіркелетін адам. Өзіңіз сияқты 300 000 теңгемен тіркелетін адам. Равновесие. Равновесие ұстау. Постоянно. Оны 300 обязательно. Мысал үшін қараңыз енді. Кредит аласың. Қараңыз енді. Мен осыған келген кезде кіріп кетуге сәл қалған. Себебі соншалықты қызығатындай жасаған. Мысалы, қазіргі таңда менің өзімнің подружкам айтқан жерден аулақ. Алысқа бармай қояйын. Осыған тіркеліп 300 000 теңгемен. Міне арада қызының қазір жасы 6-да. Төлей алмай қанша жыл жүріп, қазір пенясымен осы 300 000-ды төлеп келе жатыр. Әлі күнге дейін пирамидаға тіркеліп. Не үшін? Себебі өзі сияқты лоқ тапқан жоқ ол. Өзі сияқты 300 000-мен кредит алып тіркелетін адам тапқан жоқ ол. Поэтому біз сіздерге не айтып жатырмыз? Біз сіздерге 999 пробалы алдын ала деп жатырмыз ба? Мысалы, 999 пробалы алдын ала деп жатырмыз ба? Виза ал деп жатырмыз ба сіздерге? Виза ал деп жатырмыз ба сіздерге? Шетелге шығады. Керек емес. Сағат ал деп жатырмыз ба сіздерге? 150 000 тұратын сағат ал деп жатқан жоқпыз. Мысалы, сағат ал деп жатқан жоқпыз, 150 000 тұратын. Ешкімге керегі жоқ. Сіздің кругозорыңыз 300 000 теңгеге. Сағат телефонда бар. Сіздің кругозорыңыз айналып отырған, мысалы, араласып отырған ортаңыз осындай нәрселерді тағуға, осындай саяхатқа шығуға, осындай сағатты тағып жүруге шамасы жете ме мысалы? Жетпейді. Бұл жерде просто өзіміздің денсаулығымыз үшін витамин алып жатырмыз. Жумай тұрмаймыз. Вложение емес ол. Біз барған жерімізде, давайте, мен барып келейін, магнумға барайын, допустим, да? Барып, үйдегі химикатқа барып, вложение жасап келейін деп айтпаймыз. Порошок керек, сабын керек, зубный паста керек. Например, шығын болды демейміз ғой сол кезде. Шығындалып қалдым, білейін, мысалы үшін уберға кетті деп айтпаймыз ғой. Дұрыс па? Олай айтпаймыз. Ал бұл жерге келдікті мен қаншамен тіркелуім керек, ай сайын алып отыруым керек па сонда деген сияқты әңгіме да бұл жерде. Ай сайын сіз бәрін алып жатсыз ғой. Вложение жасап жатырмын деп айтып жатсыз ба? Айтпайсыз. Продукция бәрі бірақтан химикатпен айналыспайды. Сол үшін осындай нәрсеге тап болмау үшін міне 30 000 теңгенің бір нөлі жоқ. 300 000 теңгемен емес, 30 000 теңгемен бизнес бастап көріңізші. 30 000 теңгемен бизнес бастап көріңізші. Сіз кредитті алмай ақ қойыңыз. Сіз саяхатты алмай ақ қойыңыз пока. Мынаны да жасамай ақ қойыңыз. 999 пробалы алтынды сіз мынандай маркетинг планмен де аласыз. Міне. 30-30. 30 000-ға қиналып отырмыз. Егер 300 000 теңгемен кіріп, Samsung мысалға үшін мәңгілік төлеп отыр тамағының жүріп, бала шағасының. Ал сіздер 30 000 теңге қиналасыздар. Мысалы, қараңыздар. 30 000 теңге қай жаққа кетпей жатыр? Бір қайға кетеді ғой. Қараңыз. Міне, мына жерден 22% шығарыңыз. Мына жерден 22% шығарыңыз. Сіз золотой директорсыз. Золотой директорсыз, мысалы. Золотой директорсыз. Ай сайын 150 000 мен 300 000 теңгенің арасы. Біз жалақы алмаймыз, біз айлық аламыз. Жалақы деп ешқашан айтпау керекпіз. Біз айлық аламыз, біз жалшы емеспіз. Пассив аласыз уже. Сіз осыған көтеріліп алыңызшы. Болды, жұмыс жасайсыз ба, жасамайсыз ба, өз еркіңіз. Компьютердің жанында, бала-шағаның қасында отырып жасадыңыз. Ал енді таңдаңыздар, пирамидаға барасыздар ма, каталог жаппайтын, ай сайын зат алмайтын, 300 000 теңгені 2 жыл төлеп жүретін жерге барасыз ба?
әлде 30 мың теңгеге тек қана өзіңіз үшін керекті заттарды ала отырып мынандай зарплатаға шығатын жерге барасыз ба? Таңдау өздеріңізде. Сондықтан бұл нәрсеге логикаға салу керек.